Биыл елімізде жаңа кедендік кодекс қабылданады. Бұл туралы ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменов мәлімдеді. Сала басшысының айтуынша жаңа құжат Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы тауар тасымалына оң септігін тигізбек. Сондай-ақ қолданыстағы өзге де заңдарға сай әзірленіп, кедендік кедергілерді азайтуға бағытталған. Жалпы биыл ел экономикасының өсімін мұнай өндірісі, үдемелі индустриалды инновациялық жобалар және нұрлы жол бағдарламасы қамтамасыз етеді. Бұдан бөлек транзиттік жүк тасымалы артып, бюджет бүйірі толығуы мүмкін. Оның үстіне алдағы 10 жылдыққа арналған жаңа стратегиялық жоспар әзірленіп отыр. Биыл елдің әлеуметтік экономикалық әлеуетін көтеру бағытындағы шаралар жалғасады, яғни жұмыссыздықты төмендетпей, салалар бойынша тұрақтылық сақталуы керек. Ал өндірісті дамытып, экономикалық өсімнің жаңа моделін қалыптастыру үшін 2025 жылға дейінгі Қазақстанның ұлттық технологиялық бастамалар атты жаңа стратегиялық жоспарды қабылдаймыз.